Достар, мен сіздерге қазір Pinduoduo сайтына тіркелуді көрсетемін. Яғни біз ол үшін бірінші Google Play Marketке кіріп, Pinduoduo деп жазып, Pinduoduo предложениесін тартып аламыз. Бізге мына қызыл жүректегі сайт керек. Установить етеміз. Жалпы Pinduoduo сайтының басқа сайттардан айырмашылығы, бұл сайтта бренд товарларының копиясын сатуға рұқсат етілген, ал Taobao секілді сайттарға бренд товарларды сатылмайды. Айырмашылығы сонда. Жалпы алғанда сайттардың ішіндегі ең арзаны және ең тиімдісі осы Pinduoduo сайты деп десек те болады. Басқа сайттарға қарағанда әлде қайда арзанырақ. Қазір міне сайттың тартылғанын күтеміз. Міне Pinduoduo сайты тартылып жатыр. Қазір осында кіреміз. Міне открыть етіп кіреміз. Бізге жасыл кнопка шықты, тіркелдіңіз осылай қазір бізге шығады. Бұл жерде жасыл кнопка, бұл WeChat арқылы тіркелу. Қазіргі таңда WeChat арқылы тіркелу бізге тиімсіз. Сол үшін көк сиямен жазылған жазудың үстін басамыз. Бізге жаңағыдай жазу шықты, мен оны түсінбедім. Яғни көк жазудың үстін басамыз, сол кезде бізге номерлер шығады. Мына жерден плюс өшіріп тастап, плюс 7 десек те болады, немесе мына жерден жоғарыдан мына жерде әртүрлі елдің номерін кодтар шығады, сол жерден плюс 7-ні таңдап алсақ болады, Қазақстанның номерін. Ары қарай 702 деп өзіміздің номерлеріміз жазамыз. Осы кезде бізге 6 цифрлы код келуі қажет. Міне бізге код келді. 130307. 130307. Мінекей достар, біз Pinduoduo сайтына сәтті жүктелдік. Қазір загрузка болып жатыр. Мінекей достар, жүктелдік. Мына жерде астында домалақты бассаңыздар, бұл жерде сіздердің өздеріңіздің сайт страницаларыңыз шығады. Жоғары жақта номерлеріңіз жазылып тұрады. Осы номерді басып, өздеріңіздің номерлеріңізді ауыстырсаңыздар болады, немесе жаңағы жерге өздеріңіз суреттеріңізді қойып қойсаңыздар. Міне мына жерде номерлеріңізді ауыстырсаңыздар болады. Мына жерде көк балық тұрған жерге өздеріңіздің суреттеріңізді қойып қойсаңыздар болады. Міне осылай Pinduoduo сайтына жүктелдіңіздер достар. Енді алдағы уақытта мен сіздерге қалай адресті енгізу керек, дұрыс енгізу керек, және қалай Каспи картасы арқылы төлем жасауға болады. Сол туралы айтатын боламын. Подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар.